Айды құрметтеу. Ертеде күн мен айдың нұры бірдей болған екен. Екеуінде 70 бөліктен тұратын шуақ шашыпты. Жарығы тең болғандықтан ол кезде күндіз де түн де болмапты. Бір күні ұлы Алла Жебірейілге: «Мен түнді жаратамын, айдың нұрын шуақ ал», дейді. Жебірейіл қанаты мен айдың жүзін 3 рет сыпырып, шұғыласын жинап алады. 69 шуағын алып күнге қосады. Күннің нұры артып, бұрынғысынан қатты жарқырапты. Ай тек түнде шығып шамшырақ болып тұрады. Нұрының азайғанына қайғырып, өңі түнеріп кетеді. Ол кезде ұлы Алла: «Әй ай, сенің адамға көрсетер қызметің күннің бір мысқал да кем болмайды. Түнде шығып жолаушылардың адаспай жол табуына жәрдем бересің. Күнге нұрынан сыбаға бергенің үшін адамдар да сені құрметтейтін болады. Әр туғанда саған сәлем беріп қарсы алады», дейді. Ай сабасына түседі. Өзінің бір шуағымен түнде адамдарға жол көрсетеді екен. Жәбірейіл періште нұр алуға келген кезде қанатымен айдың бетін жырып алыпты. Ай бетіндегі жырық сызықты содан қалған деседі. Халықта айды құрмет тұтып, жақсылыққа ырымдайды екен. Жаңа ай туғанда: «Ай көрдім, аман көрдім, бұрынғыдай заман көрдім, ескі айда есірке, жаңа айда жарылқа» деп сәлемдеседі екен. Ел аузында айға қарап дәрет сындырма, айға қол шошайтпа, айға қарап күлме, жылама деген тыйымдар пайда болды. Ай сәулесі адамға түспесін деп терезені түнде жауып тастайды екен. Ай сәулесі түскен адам ай кезбе ауруына ұшырайды, дейді. Әрине, бұның бәрі аңыз. Сол себептен каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Кезінде атам айтып отырушы еді: «Ай көрдім, аман көрдім деп айға сәлем бер, қолыңды жайып айға бата бер» деп. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.